Қас күнемдер тәуелсіздігімізге қол сұққысы келген қиын кезең еді. Шәмші аға? Иә? Әніңізге мәтін жазып едім. Көріңізші. Тіпті кейбір шекаралас аймақтарға көз салды. Қане, әнге салайық, е? Алтын күн аспаны. Жұмекен, сен қосылып отыр. Жақсы. Солай, менің Қазақстаным атты халық әніміз туды. Жамал, бұл ән еліміздің әр түкпіріне жетсін. Әр қазақтың жанын тебіренсін. Қазақ даласының жас композиторы Шәмші Қалдаяқовтың жаңадан шыққан әні «Менің Қазақстаным». Алтын күн аспаны, алтын дән даласы, думанды бастады далама қарашы. Кеңейген жердеген жерге гүл шықты ғой, дәнегім терілеген қазағым мықты ғой. Бұл біздің отанымызға деген сүйіспеншілігіміздің, болашақ тәуелсіздігіміздің нағыз әнұраны. Ол ұзақ уақыт бойы әрбір қазақстандықтың жүрегінен ерекше орын алатынына сенімдімін. Рахмет сізге. Бүгін ұлықтау рәсімінде Қазақстанның әнұраны алғаш рет шырқалып жатыр. Сөзін жазған Жұмекен Нәжімеденов, президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев, ал әнін жазған Шәмші Қалдаяқов.